Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін үлкен көлемде болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Менің сатылымдағы рецепттерімнің бірі, сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай ұн қажет болады, және де осындай сары майды қолданамыз. 100 грамм сары май, ұн мен сары майымыз біркелкі араластырып алып, және де шекерімізді, разрыхителімізді салып, араластырып жіберіп, бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты болмайды, және де қатты жұмсақ болмайды, сол себепті орташа көлемдегі қамыр шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны жайып алатын боламыз. Пергаментке міндетті түрде ұн себемін, өйткені жабысып жайылуы қиын болып кетеді, сол себепті ұн себіп жаятын боламын. Бетіне де ұн септім. Енді оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Шет-шетін бәріне ұзынырақ етіп, астыңғы көлемін қатты жұқа етпейміз, сәл қалыңдау етеміз. Екі шетін ғана жұқа етіп формаға жабыстырып шығатын боламыз, осылай шет-шетіндегі артылған қамырларымызды. Сосын барып біз творожный начинкамызды дайындайтын боламыз. Міне біз формамызды дайындап алдық, енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Творогпен және шекерді жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап іртіктерін езіп алатын боламыз. Біздің начинкаларымыз дайын. Ыдысымызға құйып, шет-шетін барлық жеріне тигізіп жақсылап, сосын барып қысып тұрған печкамызда 180 градуста жарты сағатта пісіріп алатын боламыз. Бетіне замороженный ягодаларды қоссаңыздар болады, немесе қоспай осы көлемде пісірсеңіздер де болады. Но бірақ ягода қоссаңыз әдемі вид береді, және де дәмі де ерекше болып шығады, сол себепті қосуға кеңес беремін. Енді қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің пирогтарымыз өте керемет болып шықты. Иісінің өзін айта алмаймын, экранның сыртында білінбей жатқан шығар, но бірақ ягода қоссаңыз тіпті керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, пайдалы ақпарат, жақсы білім алған болсаңыздар, каналыма жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы рецепттерді жіберіп алмайсыздар. Сіздермен болған Айгерім.